Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз 38-ші сабақпен танысамыз. Людвиг Фейербахтың адамның қалай тамақтанатыны өзінен-ақ көрініп тұрады деген сөзі өте терең философиялық ойды білдіреді. Оны былай түсінуге болады. Денсаулық пен мінез арасындағы байланыс адамның тамақтану әдеті оның өмір салтын, өзін-өзі күтуін, тәртібін көрсетеді. Мысалы, дұрыс тамақтанатын адам өз денсаулығын бағалайды, ал дұрыс тамақтанбайтын адам өзіне мән бермеуі мүмкін. Адамның рухани және моральдық жағдайы кейде адам не жейтінін немесе қалай тамақтанады, сол арқылы оның тәртібі, мәдениеті, өзін-өзі бақылауы көрінеді. Символикалық мән тамақтану адамның ішкі дүниесін, өмірге көзқарасын бейнелейді. Тәжірибе тақырыбы сүзбенің 3 түрінде крахмалды анықтау. Қажетті құралдар мен заттар. Йод ерітіндісі. Дәрі тамызғыш. Картоп түйіршігінің кесіндісі контроль үлгісі ретінде. 3 түрлі сүзбе. Тәжірибе барысы. Контроль үлгісін тексеру. Картопқа йод ерітіндісінің бірнеше тамшысын тамызып көр. Егер картопта крахмал болса, йод түсі көкшіл күлгінге өзгереді. Бұл бізге йод ерітіндісінің крахмалмен реакциясын көрсетеді. Сүзбені тексеру. Йод ерітіндісінің бір тамшысын әр түрлі сүзбелерге тамызып көр. Бақылау әр сүзбенің йодпен реакциясын байқап түсін сипатта. Бақылау нәтижесі. Егер йод түсі көкшіл күлгінге өзгерсе, крахмал бар. Егер түсі өзгермесе, крахмал жоқ. Қорытынды. Контроль үлгісі картоп арқылы йод ерітіндісінің крахмалға реакция беретінін тексердік. Сүзбелердің құрамында крахмал бар жоғын анықтадық. Йод түсінің өзгеруі сүзбенің крахмал құрамын көрсетеді. Бір организмдегі зат тасымалының ең басты мақсаты қандай? Организмде зат тасымалының негізгі мақсаты жасушаларға қажетті заттарды жеткізу және қажетсіз заттарды шығару. Яғни организмге өмір сүру үшін қажетті қоректік заттарды, оттекті жеткізіп, көмір, қышқыл газ бен отты заттарды шығару. Екі жануарларда қоректік заттарды тасымалдауға не көмектеседі? Жануарларда заттарды тасымалдауға қан, лимфа және қан айналым жүйесі көмектеседі. Қан арқылы оттек, қоректік заттар, гормондар және басқа да маңызды заттар барлық ағзаларға таралады. 3 адам организмі үшін азық-түліктің рөлі қандай? Азық-түлік адам организміне энергия береді, өсіп дамуға көмектеседі, ауруларға қарсы тұру қабілетін арттырады. Қоректік заттар, белоктар, майлар, көмірсулар, дәрумендер мен минералдар организмнің дұрыс жұмыс істеуіне қажет. Тәжірибе тақырыбы 3 түрлі шұжық өніміндегі крахмалды анықтау. Қажетті құралдар мен заттар. 3 түрлі шұжық өнім. Йод ерітіндісі. Дәрі тамызғыш. Қарапайым ыдыс немесе шыны табақ. Тәжірибе барысы бейнежазба үшін қадам-қадам. Дайындау. 3 түрлі шұжықты кішкене бөліктерге бөліп, әрқайсысын жеке ыдысқа қой. Контроль үлгісі. Картоптың бір кесіндісін дайындап, оған йод ерітіндісін тамызып көр. Картопта крахмал бар болғандықтан түсі көкшіл күлгінге өзгереді. Негізгі тәжірибе. Әр шұжыққа йод ерітіндісінің бір тамшысын тамызып көр. Түсінің өзгеруін байқа. Бақылау. Егер йод түсі көкшіл күлгінге өзгерсе, шұжықта крахмал бар. Егер түсі өзгермесе, крахмал жоқ. Түсініктеме. Йод ерітіндісі крахмалға түскенде көкшіл күлгінге өзгереді. Бұл тәжірибеде анық көрінді. Демек, 1 және 3 шұжықта крахмал бар, ал 2 шұжықта крахмал жоқ. Бұл тәжірибе арқылы біз шұжық құрамында жасанды қоспа ретінде крахмал қолданылғанын анықтай аламыз. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.